Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай қою, дірілдеп тұратын сондай керемет тәттілікті шаймен қосып ішетін дәмділікті дайындап көрсеткім бар. Бұл қызыл қарағат деген керемет жеміс. Сондықтан осыны сіздермен біз қазір жасап көрейік. Қараңыз, мынау нелерде қатып қалған бәңкідегілерде. Бұл керемет тағамды жасау үшін, пісіру үшін бізге мынау қызыл қарақат керек болды. Қараңыз, қазір жеміс жидектің науқанында қызыл қарақатта бізге өте қажет. Бұның бойында пектин бар. Сондай адамның ағзасына қажет. Соны біз қазір пісіріп, түсіріп, тосап жасаймыз ба, желе жасаймыз ба, қазір көріп аламыз. Мынау 2 кило қызыл қарақатқа 2 кило қант салдық. Мына қараңыз, жапырақтарын алып, тазалап, оны азаптап жүрген жоқпын мен. Жудым, болды. Әдемілеп, тазалап жуып алдым 3-4 рет. Болды, жапырақтарын алмадым. Жапырақтардың алуының өзі бір кешке дейін жұмыс. Сондықтан мен алмай істеп жатырмын. Қазір жапырақтары қалмайды. Енді мені қантпен араластырып алдым дағы. Енді бұның суда қоспаймын, түкте қоспаймын. Қазір осымен пешке барып қайнатуымыз керек. Міне қайнап шыққасын қатты отта өстіп 5-10 минут қайнатуымыз керек. Астын қозғап тұрыңыз. Себебі асты қатып қалуы мүмкін. Біз су қоспадық, өзінің суы бөлінді. Сосын мынау бетіндегі мынау көбіктері неден асып кетпеу керек ыдысыңыздан. Сондықтан сол үшін де қозғап тұруыңыз керек. 5-10 минут әлемлеп қозғап аламыз. Ішінде шөптерімен бірге жүр. Бір айтагерлік қараңыз, шөптерімен бірге жүр. Ол шөбін тазалап жасауға да болады, бірақ шөп тазалауға уақытым да жоқ, ерім де шыдамайды дейтіндеріңіз болса, осы әдісті қолдансаңыздар болады. Шөппен де қайната беруге болады. Қараңыз, енді 5-10 минут біраз ары кетсе 8 минут қой, 8 минут қайнатып алыңыз. Осылап қозғап тұрып қайнатып алыңыз. Ол екі ортада банкілеріңіздің бәрін дайындаңыз. Қақпақ қайнап жатыр. Содан кейін мына банкіміз қазір тазалап аламыз. Стерилизация жасап аламыз. Оған дейін мына неңізді қайната тұрыңыз. Сағатыңызға қарап тұрыңыз, көп қайнап кетпесін. Бұның құрамында пектин деген нәрсе бар, адамның ағзасына өте қажет. Сондықтан ол қозғап тұруыңыз керек. Міне 7-8 минуттан кейін өз көбігі азаяды. Сол кезде уже тоқтату керек. Міне енді 8 минуттай қайнады. Енді бұның ішіндегі мына шөптерін бәрін алуымыз керек. Енді осына қоюын алуымыз керек. Мына қоюын. Сұйығының бәрін қантын жіберіп, қоюын алып қалуымыз керек. Себебі қоюы сосын жасауға барады. Қоюын алып алып, осы қоюын бір қасық салып үстіне шай қойып жіберсеңіз, қайнаған соң керемет шай болады. Сондықтан біртіндеп алуымыз керек. Біреулер шыны стаканмен алып жатады. Біреулер қасықпен алып жатады. Өздеріңіз білесіздер, мынаның ішіне мынау мейлінше сұйықтығын алуымыз керек бұны. Мынау темір неңіз жыртылып кетпесін. Сосын мынау
ет тұратын ыдысыңызды жуып қолыңызды осымен де алсаңыз болады. Көрдіңіз ба, тез алынып жатыр. Енді мына қойын бір ыдысқа салыңыз тағы. Қалғанын осылай жасай беріңіз. Міне мынау сыртындағы қалған несінде алып жатырмыз. Ішіндегінде қалып кеткенін алып жатырмыз. Мына қойын бөлек қойдық. Енді қазір мынаны 5-10 минут қайнатып аламыз. Міне тағы да 5-10 минут қайнап жатыр. Енді қазір осыны бісміллә деп жауып алып жатырмыз. Қараңыз, ыстықты жаппасаңыз қатып қалуы мүмкін, дірілдек болып қалуы мүмкін. Ана пектин бар ғой құрамында. Сол желе сияқты қып, орысша айтқанда, сөйтіп қатып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай ыстық күйінде жауып аламыз. Міне 0,75 литрлік банка жауылды. Біреуін ашып қойдық, ертең дірілдек болып тұрғанын көру керек. Біреуін жартысын мұндай ыдысқа әдемі қойып қойдық. Ертең бұнда дірілдек болып тұра ма, соны көруіміз керек. Енді түннен азанға күтеміз. Міне қараңыз, бүгін таңертең бір күн тұрды, міне 12 сағат. Қараңыз, мұнда қандай қою. Ешқандай қоюландырғыш қосқан жоқпыз. Қараңыз, қою болып тұр. Мынаны қараңыз, мынау вообще қатып қалған. Қараңыз. Сондай керемет, қарап түрін қараңыз. Түрі де керемет болған. Түрі түсте керемет болған, қараңыз. Дастарханыңыздың сәнін беретін керемет дірілдек болған ол. Мына қараңыз, мына қызыл қарақаттан жасалған дірілдек сондай әдемі болып шықты деп ойлаймын. Енді осы әдісің ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналыма комментарий жазып, қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мал астарыңыз дәмді болсын.